Атыраудағы жағдай өте қорқынышты. Полицияның күдігі бойынша сол анасы мен әкесін өлтірген күйеу баласы дейді. Егерде күйеу баласы осындай қысқа уақытта өлтіріп кеткен болса, ол жалғыз болмауы әбден мүмкін. Немесе ол мүлде күйеу баласы емес болуы мүмкін. Өйткені ол жай ғана күдікті. Сонда кім кінәлі? Ал атыраулық хакердің не қатысы бар? Хакер қылмыстың басын ашып берген болатын. Дәл сол айтқандай басы басталды. Ал полиция неге хакерге іздеу салды? Өйткені хакер сол отбасының сим-карталарын, телефондарын аңдып, соңғы рет қайда болғандарын қарап интернетке салған болатын. Ал аңду Қазақстанда тыйым салынған. Дәл солай. Енді бұл жерде біз ойланатын жайт. Қыздың соңғы рет көрген кезде, сол жоғалған қызын көрші ауданда заправканың камерасына түскен дейді. Ал баласының карточкасы соңғы рет Балиде жұмыс істеген дейді. Ол бірақ нақты дәлелденбеген. Қалайша? Бірақ енді көбісінің айтуы бойынша баласы тығылып WhatsApp арқылы сол үйдің малдарын сатқан дейді. Солды мал сатылып атқан кезде үйде басқа ешкім болмаған ба, ешкім байқамаған ба? Өйткені сол баланың, күйеу баласының мамасының айтуы бойынша, менің балам ештеңеге қатысы жоқ. Менің балам ондайға бармайды дейді. Өйткені мынандай қазақта сөз бар. Қарға баласын әппағым дейді. Ешкім өзінің баласын жаман болған қаламайды да, жаман деп те айтпайды. Осының артында кім тұр? Может, үлкен бір ұйым тұр ма екен? Бірақ үлкен бір ұйым тұратындай, ол бір керемет бай отбасы емес миллионерлердің, жай қарапайым отбасы. Және бұл іс неге резонанс болып кетті? Сіздер қалай ойлайсыздар?